Салам достар, бүгін біз ықтималдық бірігетінеге ондай болса кеттік. Достар, алдымен сіздерге бір формула үйреткім келіп тұр. Ол n бөлінген m. Мұндағы n бізге жалпы жағдайды береді. Ал мұндағы m ол керек жағдайды. Яғни бізге қандай нәрсе керек болады, соны үстіне жазамыз деген сөз, иә? Олай болса, есептерді талдау бастайық. Бірінші есепте бізде былай айтады. 1-ден 100-ге дейінгі 100 карточка бар. Біреуін алғанда санның 7-ге еселі болуының ықтималдығы қандай дейді. Так, формула бойынша салатын болсақ, иә, бізде жалпы жағдай қандай? Жалпы жағдайға бізде 100 карточка бар деп тұр. Яғни ол 100. Енді бізге керек жағдай 7-ге еселі, яғни 14. Мен 14-ті қайдан алдым, иә? 14-ті мен былай таба салдым. 100 бөлінген 7. Тең болады 14 бүтін бірнеше сан шығып кетеді, иә? Бірақ мен 14-ті ғана алдым. Енді қысқартатын болсақ, 50-ден 7. Ол С жауабы болады екен. Олай болса, келесі есепке кеттік. Бізде айтады, нөмір 24-ші автобус 7 минут сайын келіп тұрады. Жаяу жүргізуші 24 аялдама кездейсоқ уақыт аралығында келетін болса, автобусты 5 минуттан артық күтпейтін ықтималдығы қандай дейді. То же самое формулаға саламыз. Бірақ бұл жерде логика керек, иә? Достар, бұл жерде логика керек. Бізде айтады, 7 минут сайын автобус келсе, адам 5 минут сайын күтпеу керек деп тұр, иә? Сонда әр минутта бір рет келеді деп болжамдасақ, онда бізде жалпы жағдай 7 болады. Және керек жағдай 5 болады. Себебі, достар, бізге адамның ықтималдығы керек, сондықтан біз 5 жағдайды алдық. Иә, 5 жағдайды алдық. Осы 5 жағдайды алдық. Ал бізге общий автобус қанша рет келеді деп тұр? 7 минутта 7 рет келеді, дұрыс па? Солайынан бізде жауапты болады екен. Келесі есеп 3 адам дейді, жұмыс дейді. Әрқайсысы тек өз тілінде ғана сөйлейді. Яғни не неміс, не орыс, не ағылшын деген сияқты ғой. Енді жұмысқа жаңа келген Мұрат офистің бір қызметкерімен кездесті. Оның ағылшынша сөйлеу ықтималдығы қандай дейді. Формула бойынша салатын болсақ, n бөлінген m, иә? Бізге қараңдар, бұл жерде қызық жағдай бар, иә? Бізде 3 адам жұмыс істеген басында. Енді оған келетті Мұрат қосылады. Сонда жалпы жағдай 4 болады. Енді бізге ағылшынша сөйлеу ықтималдығы керек болып тұр. Иә? Өйткені Мұрат бір адаммен сөйлеседі, иә? Сөйлеседі. Енді Мұрат ағылшынша сөйлейтін болып тұр ғой, енді басында бір адам ағылшынша сөйлейтін еді, оған келетті Мұрат 2 адам болып кетеді ағылшынша сөйлейтін. Сөйтіп керек жағдай 2-ге өзгереді. Енді ықшамдасақ 2-ден 1. Ол 1,5-ге тең болады екен. Жауап А. Түсінікті ғой, иә, мына жерде достар. Басында 3 адам болды, Мұрат келетті 4 адам болады. Басында әрқайсысы өзінің тілінде сөйлеп жүрді, яғни бір ағылшынша болды. Оған келетті, Мұрат келетті 2 адам болып кетеді, иә? Дұрыс қой, иә? Енді оқушылар, назарларыңызға рахмет. Біз осылайынан ықтималдық тақырыбын талқылап, формула үйреттім сендерге. Және де бірнеше есеп талдап тастадық, иә? Осы видео пайдалы болса, арнаға жазылып қойыңыздар.